Достар, сәлем. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз Түркияда оқу оңай ма, әлде қиын ба? Барлығыңыз білесіздер, менің бұл жақта оқуым Түркия бұрсылары деп аталатын бағдарламаның аясында. Жалпы бағдарламамен біз 3 жыл Түркияда оқимыз. Оның бірінші жылы тіл меңгеру, 2 жылы болса мамандықпен оқимыз. Бірінші жылымыз қалай өтті? Жалпы түрік тілін үйрену оңай ма, қиын ба? Білесіздер, түрік тілі біздің қазақ тілімізге өте қатты ұқсайды. Сол себептен ол біз үшін мүлде қиын емес. Және бізде ол жылдары уақыт көп болатын. Біз ол уақытты қайда жұмсадық? Бір жылда негізі біз алдыңғы буын аға әпкелеріміздің айтуымен, кеңесімен көбінесе Түркияның басқа қалаларын көруге, түрік мәдениетін тануға, сонымен қатар жаңа достар табуға арнадық. Яғни біздің бір жылымыз туризм әрі мәдени жағынан дамумен өтті десем болады. Екіншіден, қазіргі таңдағы оқуыма келетін болсам, жалпы сабақ қыркүйектің ортасынан басталды, міне 2 айдай болып қалды. Жалпы менде бір семестрде 4 сабақ бар, оның біреуі семинар, яғни оның аясында белгілі бір зерттеу жүргізіп, мақала ұсыну керек, және сабаққа бару маңызды емес. Екіншісі зерттеу әдістері деп аталады, бұл барлық мамандықта бар сабақ. Үшінші болса байланыс индустриясындағы еңбек деп аталады, бұл сабақтан мен Марксті оқимын. Төртіншісі хабар, ақиқат және күш арасындағы байланыс деп аталады. Негізі сабақтар жалпы барлығы философиялық жағынан оқытылады, және практика жоқ деуге болады. Мен көбінесе практика көрем деп келгенмін. Оның өзіндік себебі бар, оны келесі тақырыпта талқылайтын боламыз. Және қиын ба деген сұраққа келетін болсақ, негізі тіл жағынан қиын. Неге? Өйткені осыдан біз бұдан 1 жыл бұрын оқыған түрікшемізбен өзіміздің мамандық бойынша оқитын түрікшенің арасында үлкен айырмашылық бар. Өйткені көптеген терминдерді түріктер өздерінің тілдеріне аударып алған. Қарапайым мысалға келтіретін болсақ, компьютер деген сөз орысшада, қазақшада, ағылшыншада, французшада, немісшеде компьютер, ama ол неде түрікшеде билgisayar деп айтады. Содан білуге болады, көптеген терминдер түрік тілінде. Және мысалға алатын болсақ, Қазақстанда қазір өзінің ана тілінде оқып жүрген адамдардың өзі, магистратура оқып жүрген адамдардың өзі сабақтың қиындығын, қиын болып жатқанын айтады. Енді дәл соны академиялық тілімен бірге және 1 жылдың ішінде үйренген түрікшеңізбен үйренуді ойласаңыз, әрине онда ол қиын болады. Ал басқа мамандық жағынан алатын болсақ, қиын емес. Сол себептен Түркияға қорықпай оқуға келіңіздер деймін, мәдениетін таныңыздар, түрік тілін үйреніңіздер деймін. Қорытынды ретінде айтатыным, Түркияда оқу еш қиын емес. Бәрі де өзіңізге байланысты. Қазақстанда да айтатынмын мен, оқысаң оңай, оқымасаң қиын.